Биылғы жылы Жұбан Молдағалиевтің туғанына 105 жыл толып отыр. Осыған орай Лисаков орталық кітапханасы сіздердің назарларыңызға «Шетсіз, шексіз далада туып өстім» атты іс-шараны ұсынады. Жұбан Молдағалиев 1920 жылы Батыс Қазақстан облысының Тайпақ ауданына қарасты Жыланды деген жерде туған. Қазақ ақыны, жауынгер, Қазақстан жазушылар одағының төрағасы, «Мен қазақпын» поэмасының авторы. Оралдағы ауыл шаруашылық техникумын 1940 жылы бітіріп, 1940-1947 жылдары Кеңес армиясы қатарында болды. Ұлы Отан соғысына қатысты. Одан кейінгі жылдары Лениншіл жас, Қазақ әдебиеті газеттері мен Жұлдыз журналы редакцияларында, Қазақстан жазушылар одағында қызмет істеді. Ленин тірі деп аталатын алғашқы өлеңі Оралдағы Комсомол ұрпағы газетінде 1939 жылы басылды. Тұңғыш жинағы «Жеңіс жырлар» деген атпен 1949 жылы жарық көрді. Жұбан Молдағалиевтің көптеген поэмаларында азаматтық сарын мен көңіл күй лирикасы басым. Жұбан өзінің атақты «Мен қазақпын» деп аталатын поэмасымен қазақ әдебиетінің ірі тұлғасына айналған. Отан сүйгіштік жырларымен халық жүрегінен орын тепкен ақын. Ол Отан соғысы жылдарында келген ұрпақтың ірі талантты өкілдерінің бірі. Бұл жырлары жыр әлеміне келген ақындық шығармашылығында отанға деген ерекше махаббат, халықты ерлікке шақыру, жеңіске деген үлкен сенім жатты. Сондай-ақ азаматтық намыс, кек, елге, жерге деген сағынышқа толы болды. Осы ерекшеліктер Жұбан Молдағалиевтің 1949 жылғы «Жеңіс жырлары» кітабында анық байқалды. Жұбан Молдағалиевтің ақындық даңқын көтеріп, оның есімін әдебиет әлеміне енгізген шығармасы «Мен қазақпын» поэмасы. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жүрегімде таныстым мың тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен. Құрсағыма сыйдырам даланы кең. Пәк сәбимін, бесікте уілдеген. Дәуірлермен құрдаспын, данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа сынға сықпын. Жүрегі бар кеудемде шынға шықтың. Жанартаудай жойқынмын жұлқынғанда. Шарықтасам, қыран болып шыңға шықтым. Мен қаракөз сұлумын, сайтан қызбын. Сайрай қалсам тілімнен бал тамғыздым. Сүйер болсам өмірдей өлесейдім. Қас батырмен қайрасқам балтам жүзін. Руым көп, солардың аттарындай. Мінезім бар, таулардың қатпарындай. Ән жырым бар, бабалар хаттарындай. Әжімім бар, бейнеттің таттарындай. Бұл поэмада ақын қазақ халқының өткен өмірі мен тағдыры жайлы лирикалық публицистикалық стильде толғана жырлады. Қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерін ашуда, оның ерлік дәстүрі, туған жер мен ел, оның байлығы, адамдары жайлы асқақтата көркемдеп жырлай білді. Бар қазақ Жұбанға сенбеппеді, ақынын пайғамбардай көрмеппеді. Есінен туған елдің шығар қалай, жырыңмен жас ұрпағын тербеткенің. Жұбан Молдағалиев қазақтың жыр дүлділінің бірі. Қазақ поэзиясында өз дауысы, өз мәнері, өлеңдегі өз бағыты қалған ірі дарын.